Алтыбай Тумасы Есенбек ағамыз бауырымыз керемет отбасыға міне Қанаркет қоры баспана беріп жатыр. Түркістан облысы Отырар ауданы Алтыбай ауылының тумасы 2024 наурыздың 17-сі жексенбі күні. Менің жерлестерім. Есенбек мырза, ал қуандық рақымдарыңыздың қолынан осындай баспана табысталып жатыр. Қарекет қорының атынан Қуандық мырза өзіңіз бір-екі ауыз сөз. Рахмет келген, алла разы болсын. Мен де өзім шынымды айтсам білмедім, тек концерт деп келген, бірақ осы керемет ұйымдастырушылар ағаларымыздың, апаларымыздың осындай қасиетті Рамазан айында жасалған концертке деген керемет осы Алланың тосын сыйы ғой негізі. Алланың несібесі болсын сізге деген, отбасыңызға деген. Берекелі болсын, құтты шаңырақ болсын, құдай қаласа. Тек қана той болсын ол шаңырақта, шаттық болсын, күлкі болсын. Дастархандарыңыз той қуаныштан ешқашан жиылмасын. Берекелі шаңырақ болсын Аллаға. Кішкентай балапандарыңыз өсіп өніп елдің азаматтары мен азаматшасы бола берсін Аллаға. Ал Есенбек мырза, сөз өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Ұстазбектің болашағының ниеттеріңіз қабыл болсын. Осы Қарекет қорының алғысын шексіз. Осыған себепшілер осы. Біздер садаға болсын, осылай бұлайша берген садағалар болсын. Мың есе ол қайсын өздеріңізге. Алла берсе осылай шын мұқтажандар үйлі бола берсін. Қарекет қорының Алла. Бақытпен көз жасы. Ал бисмилля. Түсінуге болады. Неге? Өйткені қаншама түндер, қаншама ұйқысыз күндер, қаншама дұға тілек бүгін орындалды. Қуандық мырза дәл айттыңыз, Алланың сыйы. Сіздердің дұғаларыңыз қабыл болған күн. Саламатсыздар ма? Осы Қарекет қорындағы ағаларға, әпкелерге, барлық халықтарға көп рахмет.